Сәлем достар, бүгінгі таңда жарыстардың бірнеше түрлері бар. Олар жыл сайын жаңарып отырады. Осы видеода ең ерекше жарыстар туралы айтатын боламыз. Ендеше лайктарыңызды басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге Smart Қазақ арнасы. Бұқалармен жарыс. Бұндай жарыстарды Индия мемлекетінде көруге болады. Бір жағынан өздерін бұқаларын көрсетсе, ал екінші жағы жарысқа айналады. Ережелері кәдімгідей, сөреден бастап мәреге жеткен адам ұтысқа кенеледі. Бұл жарыстың түрі өте қауіпті жарыстардың қатарына кіреді. Соған қарамастан жергілікті тұрғындар осы жарысқа көптеп ақша тігіп, алыс жерлерден келіп жатады. Түйелермен жарыс. Бұндай жарыстарды Біріккен Араб Әмірліктерінде көруге болады. Бір ерекшелігі, түйенің үстінде адам емес, робот болады. Өткені кезінде адамдар түйелерден құлап, аяқ-қолын сындырып алған. Сондықтан адамдардың орнына қазір нано-роботтарды қолданады. Арабтар бұл жарыс үшін ақшаларын ешқашан аямайды. Ал жарысқа қатысатын түйелерді алыс мекендерден арнайы алдыртады. Бұндай жарыстар арнайы түрде 2 жылда бір рет өткізіледі. Жеңімпазға 150-200 мың долларға дейін төленеді. Ешкілермен және ас шаяндарымен жарыс. Бұндай жарыстарды негізінен Бразилия мемлекетінде көруге болады. Бұндай жарыстар жүздеген жыл алдын пайда болған. Қазір бұндай жарыстар дәстүрлі түрде өтіліп жатыр. Басқа жарыстарға мүлдем ұқсамайды. Осы жарысқа ешкілер арнайы таңдалып алынады. Жарыстың ережесі кәдімгідей, мәреге жеткен адам байлықтың астында қалады. Ал екінші этап өте қиын. Өйткені екінші этапта крабтармен жарыс болады. Бұл жарысында тарихы тереңде жатыр. Алғашқы рет 1925 жылы өткізілген болатын. Асқабақтармен жарыс. Бұндай жарыстарды Нидерландия мемлекетінде көруге болады. Ерекше болып көрінетін осы бір жарыс Хэллоуин мерекесін тойлағанда өткізіледі. Алдымен асқабақтардың ішіндегі ең үлкенін таңдап алады. Асқабақтың ішінде дәндерін барлығын алып тастап, кейін жарыстарды бастай беруге болады. Ең үлкен асқабақтар 90 килограммнан да асып кетуі мүмкін. Түйеқұстармен жарыс. Осы бір жарысты сіз Америка мен Австралия мемлекетінен көре аласыздар. Жарыстың тарихы 1910 жылдан бері келе жатыр. Осы бір жарысты көру үшін басқа мемлекеттерден мыңдаған туристер келеді. Негізінде түйеқұстар өте жылдам құстардың қатарына кіреді. Олардың жылдамдықтары 50 км/сағатқа дейін жетуі мүмкін. Бірақ бұл жарыстарда өте қауіпті жарыстардың қатарына кіріп отыр. Бұл жарыста тек бір ғана шарт бар. Ол шарт түйеқұстың үстіндегі адам 70 килограммнан аспау керек. Ұлулармен жарыс. Бұл жарысқа өте көп шыдамдылық қажет. Ал сіздерге осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.